Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осы пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керек заттар осы видеода көрсетіліп тұр. Грамын, өлшемін барлығын описанияға жазып кететін боламын. Барлығын бір ыдысқа салып араластырса болады. Әрқайсысына уақыт бөлудің қажеті жоқ. Бұл пирогты вилкамен де, венчикпен де араластыруға болады. Мен уақыт тығыздығына байланысты миксермен тезірек араластырдым. Сонда противенге бір келкетіп құйып 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Кейде 35 минутта пісіп қалады. Оның піскен-піспегенін тексеру үшін шпажкамен тексерсеңіздер болады. Бетін өздеріңіз қалағандарыңызша жасайын десеңіздер болады. Менде осындай Рошеннің ақ шоколады болды. Соны осылайынан құйып шықтым. Ыстықтай құя берсеңіздер болады. Ыстықтай кесе беруге де болады. Ешқандай қолмас құртпайды. Безіліп те қалмайды. Пирогымыз осылай шықты.